Армысыздар, қымбатты көрермендер. Башқұрт халқының қоғам қайраткері және атақты тарихшысы Зәки Уәли Тоған қазақты башқұртқа бауыр және тағдыры бір халық санаған екен. 20 ғасырдың басында ол алаш азаматтарымен бірге екі халыққа ортақ мемлекет құруды да ойлапты. Заманда қазақ төрлері башқұртқа да билік жүргізген. Бүгінгі әңгіме қазақ және башқұрт халықтарының тарихындағы ортақ мәселелер туралы болмақ. Қазақ башқұрт тарихындағы тұлға. Әлі зерттелмеген қара сақал. Башқұртстанның жария етілмеген тарихы. Материалы по истории Башқұртстана деп алтын сығында сығарып қойдық. Оның сықмай атқаны бар ені біреу. Тарихи деректерге сүйенсек, Қыпшақ дәуірі 15-16 ғасырларда башқұрт халқының қалыптасу кезеңі болған екен. Башқұртстан Республикасының байырғы халқы түркі халықтарының бірі. Башқұрт халқының тілі мен мәдениеті татар халқына ұқсас болса, ал тұрмыс тіршілігі жағынан олардың қазақ халқына ұқсастығы басым болғаны жайлы деректер бар. Қазақ, башқұрт, татар Ресей Федерациясындағы біздің мұсылман бауырларды айтатын болсақ, бір жағынан біз бақытты халықпыз. Себебі қазақ деген дербес мемлекет, сол мемлекетке қазақ деген атымызды бердік. Кезінде біздің көптеген зиялы азаматтарымыз Қазанда білім алған, Башқұртстанда білім алған. Көптеген зиялы қауымның еңбектері Қазанда шыққан. Сондықтан осы тұрғыдан қарағанда қазақтың бір жағынан тағдыры өте бақытты болды, екінші жағынан оның көрсетер үлгісі, ықпалы түркі еліне, әсіресе башқұрт татар еліне өте бір бүгінгі күні олар үшін де өзіміз үшін де маңызды болып тұр. Қазақ пен башқұрт туысқан халықтары болғандықтан Алтын Орда, Ноғай Ордасы кезеңдерінен қалған батырлар, билер туралы көптеген жыр дастандар қазақ башқұрт халықтарына да ортақ болғанын білеміз. Мәселен, қазақы терме жанрда башқұрттарда жақсы дамығандығын, Салауат, Орал сияқты тарихи жырлар мен термелерден анық аңғаруға болады. Қазір бұл уақытта Қазақстанда қазақ халқының тарихы мен башқұрт татар халықтарының тарихы ұқсас келеді. Өйткені біздер түркі халықтарымыз ғой. Шыңғысхан кезінен алып қарасақ та болады. Үш елдің тарихы өзі ұқсас. Жалпы Қазақстан Башқұртстанға жақын. Ресей ғана арамызды бөліп тұр. Оның үстіне ертеден құралас болғандықтан жаңа айтқандай елдеріміздің тарихы да, мәдениеті де егіз туыстығымыз да бар. Башқұртстанның музейлері мен архивтерінде қазақ халқының тарихына қатысты құнды деректердің сақталуының өзі қазақ пен башқұрттың тамырластығын көрсететіндей. Ғасырлар бойы үзілмеген қазақ-башқұрт қарым-қатынастары қазір уақытта тарихи, мәдени жағынан алтын көпір іспеттес десек артық айтқандық болмас. Хабарымыздың қонағы филология ғылымдарының докторы, Ресей ғылым академиясы Уфа ғылыми орталығының тарих, тіл және әдебиет институтының директоры профессор Фирдаус Хисамиддинова. Енді башқұрт қазақ арасындағы қарым-қатынастардың тарихын біз бір хабарда айтып бере алмаймыз. Әлбетте. Бұл тым ұзақ, сонау көне түркі дәуірінен, сонау сіздің аталарыңыз башқұрттар Арал теңізі маңайында өмір сүрген кездерден басталады. Мүмкін одан арғы дәуірлерден өз бастауын алады. Қазақтар біздің тарафта. Иә, башқұрттар біздің тарапта. Біздің тарихи фольклорымызда естек дейді енді сіздерді башқұрт халқын. Естек көп айтылады, естек мәселесі. Арада достықта болған, жаугершілікте болған. 18 ғасырда Ресей империясы отарлау саясатын жүргізген уақытында Орынбордың салынуына қатысты,
мына жаңа линиялардың, әскери линиялардың пайда болуына байланысты екі ортада үлкен проблемалар болды. Ол енді бұл башқұрт пен қазақтың кінәсі емес, бұл үшінші сыртқы күш араласқан уақытта болған дүниелер. Қош келіпсіздер Астанаға. Иштван Қоңыр Мандуки жөнінде бастасақ. Біздің Башқұртстанға 1990 жылда келді Мандуки. Фирдаус Хисамеддинова, филология ғылымдарының докторы, профессор. Ресей ғылым академиясы, Уфа ғылыми зерттеу орталығы, тіл әдебиет және тарих институтының директоры. Мажар башқұрт туыстығының түп тамырлары және тарихи сабақтастық атты зерттеу жұмысы. Һәм Йожеф Торма, ол Қазақстанда илсі болды, Венгрияның. Мына олар келділі, һәм ең бірінші бізге мүражағат еттілер. Туғандарыбыз, қардәштәрібіз, һәм башқұрттарым деп әйтіп, һәм біздің проблемалар хақында сөйләнеләр. Нендей проблемалар? Әлбетте, біздің ыру нәсілдәребізді ұнытып бүткәйнек. Тілебізді ұныттық. Фольклор юққа сығу кемеліндейіне. Этнография, хатта бик көп исемдәребез түрлі Аида, Вадим көк аттарға көсіп бүткәйнек. Мына шул замандарда шулық әйтәйік конкурманды кемінен Йожеф Торма келіп, бізді кәндіміздің тарихыбызға қайтардылар. Һәм менә шул замандан, әлбәттә бездә фән яйлап кына үсәйне. Әмма дөйем халыкта үҙаң, самосознание урысча әйткәндә, юкка сыгып барайны. Бұл тыдырап күннің сәулесі шыққандай болды. Әйе. Мына улар келгәндән һуң, теге халык безнең фәнни эшләребезгә мөрәҗәгать итеп, шәҗәрәләр эшләргә тотынды. Һәр кем үзенең тамырын барлай башланы. Әйтәйек, бездә һәр кем үзенең авылының тарихын, ыру тарихын, гаилә тарихын язырга тотынды. Һәм бұл юнәлештә, әлбәттә, безнең институт, мына Тарих, тел һәм әдәбият институты, ул Рәсәй фәннәр академияның институты, ситтә тора алмай. Чөнки халыкка күрһәтергә кирәк. Ул халыктың үзеннән җыйган материал, Олата бабанан ишеткәнен, шулай ук архив материалдары. Мына бездә әйтәйек, бүген метрическая книга дигән документтар бар. Кача заманында жасалган. Әйе. Муллалар оны язган һәм ул гарәп графикалы. Халык кызганычка каршы гарәп график һәм бүген белмәй. Уларга без ярдәм итәбез. Шулай ук әйтәйек, ревизский сказки дигән, улары русса, уларында. Шуннан һәр төрле исемлек, һәр төрле һәм тағы бик матур документтар бар, бұл формулярный списки. Мәселен, мына біз уларды бүгін сығардық, формулярный списки, башқұрт дворяндарының, башқұрт интеллигенцияның кем болған ол. Яғни, өзіне көрә бүгінгі досье көгенде әр кім турағандағы материал бар. Хәп муллалар турағанда шында. Мына бұл сұрақта мен әйткім келе, Қазақстанға келіп, мулла болып йөргәндәр арахы тик татар гына булмаган дигәнде әйтергә теләйм. Бик күп булган, чөнки формулярный списокты без менә әле әзерләп ятабыз, муллаларның формулярный списоктарын. Менә шулай итеп, бында инде теге халыкның ихтияж, талап белгеһе килә, күдән асқыһы килә. Кем һуң ул? Һәм шул ук вакытта галимдәр уларга ярдәм итәргә тырыша. Менә безнең үз урында шәҗәрә дигән төркемдәр эшләп ята. Был безнең әйтәйек шәҗәрә төркемдәре нимә эшләй? Менә мәсәлән, бер төркемебез халыктан заказ алып эшләйбез. Әйтәйек, мәсәлән, Табын ырыуы башқұрты, мисал өсөн инде Хисамеддинова Фирдаус Ғилмедин кызының шәҗәрәһе дип, уны тамырдарынан алып эшләйбез, документтар халабыз да, һәм был үзенә күрә безнең теге фәнебез дә бара, өйрәнәбез. Шул ук вакытта ниндәйдер әдрәк килем алабыз,
Бұның менен артабан шул китаптарыбызды сығарга мөмкинчилик була. Башқұрт табындары менен қазақ табындарын салыстырып зерттеу бар ма осындай? Әлбетте. Ол эшти заманында Сергей Иванович Руденко башлагайны. Раил Гумерович Кузеевны дәвам итте, шулай бит инде. Бүгүнкү көндө әйтәйек, мына безнең бер яшь егет тулыһынса табындарды, бүтә кайда табын бар. Әйтәйек, хатта ул ала монголдар арасында ла табын атамалары бар, шулай бит инде. Бес деген сөз бес тайпаның одағы ғой енді. Әйе. Мына уларды алып, әйтәйек, Көнсугыш табындарды, Көнбайыш табындарды, һәм Төрки табындарды, монгол табындарын барыһында өйрәнә. Һәм мында шулай ук әйтәйек, бик мөһим һанайбыз, ана шул тамгаларды, уран, уларында агас изге, мына буларын бүтәнде сагыштырып өйрәнү өстендә эшләйбез. Инде атамаларына килгәндә, моның менән телсезләр булыша. Әйтәйек, безнең бер егетебез, ул диссертация кыланы. Менә башкорт ырулары һәм кабиләләренең атамалары. Onun килеп сыгышы. Менә монда инде карай, мәсәлән, нимә аңлата, этимология. Ошы күтлектән дә эшләйбез. Бағытта енді сіздер алда келесіздер, оны біз мойындаймыз. Бірге рәктіп ханайым енді? Енді былтырғы жылдары бізде бір сыпыра еңбек жасадық. Бізде Алматыда Алаш деген ғылыми орталық жұмыс жасады осы бағытта. Мен бір-екі монография жаздым. Енді болашақта мен осы шежіре бағытында да жұмыс жасау керек. Бізде аңыздар көп сақталған. Аңыздар, және ол Оғыз хан заманының аңыздары, Алаша хан заманының аңыздары, Алтын Орда заманының аңыздары, осыларды екі жағын қоссақ, башқұрт аңыздары мен қазақ тарихы. Сонда біз мына Алтын Орда тарихына қатысты, жалпы түрік халықтарының тарихына қатысты халықтық тарих. Сондай бір фольклор негізінде вариант сондай бір жасап шығарады. Әйтпесе біз көбінесе мына Қытай не деді, Иран не деді, орыс не деді деп. Ал енді сыртқы адам, ол сыртқы адам. Солай емес пе? Әлбетте. Әр халықтың тарихын өде ядырға тиіс деген. Өз жазу керек, өзінің дерегіне сүйеніп жазу керек. Осы жағынан мен ойымша бірлесіп жұмыс істейтін үлкен бір перспективалар бар сияқты көрінеді. Дұрыс әйтәһегез. Мына мин бында килеуімдің сәбәптәре лә шунда, безгә мына ошо Төркия академия барлыкка килде бит инде, ул халык ара академия. Шул халык ара академия исендә мына Төрки дөньялагы галимдәрне берләштереп зур проектлар эшләргә кирәк. Чөнки без ысынлап та бүген велосипед уйлап табу белән булышабыз. Кайсы бер проектларны без эшләйбез, параллельно һәм эшләйбез. Алга китеш юк. Шулай бит, яки кыргызлар эшләп ята. Мына әле мин Тувага барып килгән. Тувалар нимәләр уйлап табып яталар. Уны күптән мәсәлән без эшләгәнбез. Шуның өчен мин уйлайм инде менә хәзер бу Төркия академия барлыкка килүе, менә шулай итеп безне йыю, үзенә күрә координация. Шулай бит инде. Һәм икенчедән менә бер-беребезнең интеграция. Фәндә ул бит фән, ул дөнья кимәленә сыгырга тиеш. Екі велосипедтен гөр бер мотоцикл жақсы ғой. Шулай. Шуның өчен менә бу координация, интеграция, ул безнең өчен бик мөһим. Әрине. Безнең олата бабаларыбыз, улар күсмә заманда йөргәндә, ни өчен безнең телдәребез шул тиклем якын, аралашып яшәгәндә. Бүген монда дигәндәй бер тел тобына жатамыз ғой. Әлбәттә. Сосын Фирдаус ханым, енді тағы да бір тарихтың бір ауыр мәселелері кезінде сіздер бұл жағынан алда болдыңыздар. Бізде репрессиямен көп басып тастады біздің тарихшыларды. Мына башқұрт ұлт-азаттық күресі, башқұрт ұлт-азаттық көтерілістері туралы. Сіздерде алғашқы жинақтар аны 30-шы жылдар шығарылды. Осы мәселелер қазіргі күні зерттеліп жатыр ма тереңдеп? Жоқ, сіздер енді Ресей империясының құрамында болғандан кейін бұл мәселе тоқтап қалды ма? Юк, бездә теге үзенә күрә беренчедән менә без зур проект эшләнек. 7 томлык башкорт халкының теге коллектив монографиясын язып, һәм 7 томлык ана шул сыганактар, ягъни первоисточниктар, сыганактарды еп сыгардык. Һәм әлбәттә буларды эшләгән вакытта без шул халык иҗаты монография 7 том материалды җыйнаган. Мәсәлән, безнең бер томы, уларның 50-60 табак. Һәм әлбәттә, әйтәйек, онда документлар улар бөтенләй зур.
кайбирәүләре 100дән ашу табак, кайбирәүләре 40, мына шундай. Менә шуларда без эшләгән вакытта, әлбәттә, без бик күп яңа документлар индердек. Һәм бик күп, бөтенләй теге тарихта булмаган әйберләребезне табып алдык. Бүген әлбәттә теге бар безнең шундай кайбер үпкә дигән Ана материал кирмәде, мына материал кирмәде дигән. Һәм шул ук вакытта әйтәйек теге башкорт казак мөнәсәбәтләренә ниндәйдер кайбер адәмнәр бар, яманлык, әйтәйек, менә шулай, менә һезне кыргандар, менә шулай булай дигән әйберләр бар әлбәттә. Әмма шул ук вакытта хәзер теге глобальләшү сорында без әлбәттә аңлайбыз. Бүгенге көндә теге үткәнде белергә кирәк. Әмма үткәнгә әйләнеп карап алга китергә кирәк. Менә бу ситуациялар, әлбәттә, менә минең үземнең фикерем, безгә бергә эшләргә кирәк. Бергә эшләргә. Уны өкпелей берсек, без мәсәлән сезләргә безгә аны тевкилеп ертеп келдиңдер дип өкпелесек, ул да булмайды. Табигый. Ул бетмәде шушы. Шулай. Мин уйлайм инде, халык хәзер унан сыкты. Яйлап. Халык хәтере бар, әмма яйлап кына унан сыкты. Әйтәйек, шул ук без нәйдән бүгенге көндә нисек әйтәйем инде, әгәр дә без казак галимнәре белән бергә, мәсәлән, шул ук антропологлар белән бергә Абулхайыр хандың теге хүлдәһен, башын реконструкцияла уда катнашып, шул әйтәйек, уның менән бәйле документларда өйрәнүдә катнашак, ул теге башкорт галимнәре өсендә һәм мин уйлайм татар, казак, кыргыз, ягъни бөтә төрки дөнья өсендә без бергәләп эшләйбез. Казак башкорт тарихындагы бер тулга әле зерттелмәгән. Монда Кара Сакал. 1740 жылдары Башкортстанда көтөрүс жасады, Ресей отаршылдығына қарсы, кейін Қазақстанға келді. Осы Кара Сакал тақырыбында сіздер жұмыс атқарып жүрсіздер ма? Мына бізде кезінде Шоқан Уәлиханов, біздің үлкен ғалымымыз, авантюрист 18 века деп сондай бір мақала жазған еді. Енді қалай дегенмен ол үлкен тұлға. Менә һуңгы елларда махсус Кара Сакалга багышланган эштәр юк. Әмма шул ук башкорт халкы тарихын язган вакытта без мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булдык. Чөнки кайбер нисек әйтәм дә моментлары өйрәнелмәгән. Мәҗбүр булдык. Һәм онда безнең хәзер үзебезнең ике төрле караш барлыкка килде. Бәгъзеләребез Кара Сакалның әйтәйек теге ул башкорт булмаган дигән караш барлыкка килде. Икенчеләре ул башкорт булган һәм менә ошондай нигә күтәрелгән дигән. Шуның өчен теге бу проблема әле безнең өйрәнелүне талап итә. Һәм шуның күк шәхестәрне баягы мин кабатлап әйтәм, инде өйрәнергә һәм өйрәнергә. Һездә материалдар бар икән, һезгә килергә кирәк. Менә без башкорт халкы тарихын язганда Казакстанга ла килеп эзләнек. Шул ук теге менә һездекеләр дә безгә килеп тора. Безнең архивтар һәм кулъязма фондтары бар. Һәм шул әйтәйек, безнең теге антропологик лабораторияларга киләләр һездекеләр дә. Ана шулай булырга тиеш. Енді біз жас кезімізде, аспирант кезімізде башқұрт материалдарын пайдаландық, деректерін пайдаландық. Мен 18 ғасыр бойынша қорғадым, докторлық диссертациямды. Материал по истории Башкирии сол кезде көп пайдаландық и көп көмектесті бізге. Ну, ана шу материалы по истории Башкирияның 6-шы томы Башкортстан тарихы дип, материалы по истории Башкортостана дип 6-сында сығарып қойдық біз. Оның сықма ятканы бар енді біреу. Яғни ол заман үшін, ол теге өдіне көре крамолаһын алғандыр енді, халып қойғандар біз аны сығардық. Түрік татар халықтарының ішіне шыққан ұлы тұлға, ұлы тарихшы Зәки Валидың юбилейі ғанда, мерей тойы 100 жылдығы. Осыған байланысты сіздер қандай жұмыс жасап жатырсыздар? Қазақстан тарихшыларда менің ойымша сыртта қалмау керек бұл шаруадан. Өзбекстан. Зәки Валиди туған кезінде біздің Алашорда азаматтарымен тығыз араласты. Башқұрт республикасын басқарды, оны тәуелсіз республика қылам деп күресті. Біздің Алашордамен бірге қосылып Еділ Орал мемлекетін жасаймыз деді.
сонда бір үлкен тұлға ғой. Ресейдің ниетін көргеннен кейін, Лениннің көзқарасын білгеннен кейін, тәуелсіз мемлекет құра алмайтын болғаннан кейін, ол амал жоқ Түркияға кетті. Осы Заки Валиди туғанға байланысты қандай жұмыстар атқарып жатсыздар? Біз 2-ші жылға, мына 15-ші жылға план құрғанбыз. Мына әлі фондтарға түрлі заявкалар бердік. Деп әйтейін де мына РГНФ, РФФИ деген фондтарға заявка бергенбіз. Бек зор етіп өдебітсе өткерге тілейбіз. Һәм біздің мына бірнеше ғалим барып оның фонды менен ішләнілер, әлі ішләрбіз деп ойлайым енді. Әйінді мен ойлайым енді бұл конференцияла бүті түркі дүния қатнашырға тиіш. Ол веттігі біздің нәйгіна түгіл, милли лидер, шулай бітенді, сәйесмен. Ол шулай оқ түркиятсі. Ол түрколог, білдәлі, шәркиятсі. Шының үшін бүті түркі дүнияғына түгіл, шәрік дүнияғынан келдерге тейістер деп ханайым. Хәм аны біргәләп өткәргә деп білейм. Мына мен әлі өлімсә, ұшы біздің Түркия академияға, халық ар академияға шулай оқ мұражағат етірге етем. Әгер де Ресей фендер академия, Башқұртстан фендер академия, Түркия академия, шунан орындағы академиялар, мәселен, өзбектер бик Заки Валидиді нық көтерділер заманында, шулай бит енді. Хатта бізге тиклім. Уларның урамдары, мына Башқұртстанда урам хуңырақ барлыққа келді. Өзбектерде Ташкентта иртерек. Мына мен ойлайым, улар да ситте тұрып қалмаз. Но табиғи Түркия, çünkü фәнне оның юлы Түркиялә өтті. Германия, Венгрия, әлбетте бұл нәйді қатнашырбыз деп ойлайым. Һәм Қазақстан ғалимдарын мен ойлайым сақырыбыз деп. Һәм улар бір кімді баш тартмақ деп ойлайым. Шақырмай келу керек қой. Мұтлақ, Фән ол өдіне көрі бұл кейін дүния болырға тиіш. Біз өзімізде де ұйымдастыруымыз керек. Заки Валиди мұрасын білуіміз керек қой деп ойлаймын. Ана кітаптарында біздің қазақ тарихы жөнінде көп айтылады. Алашорда қайраткерлері жөнінде көп айтылады. Әйімі хатираларында хатта бар. Қандай әдемі. Бізге ана Заки Валиди мұрасы керек, бізге де шығаруымыз керек. Осы жағынан да сіздер жұмыс істеулеріңізге болады. Мен университетте бұл мәселелерді айтып көрейік. Түркі академиясында айтайық азаматтарға. Мүмкін осы жерде де мерейтойына арнап Заки Валидидің таңдамалы бірнеше томдығын шығарып жүруге болар. Мұтлағы, е. Мына әлі біздің тәржіме бара. Оның ең мүхім деп ханайғенді тарихта ұсул, методология, мына шуның тәржіме бара. Шуны Алла бірға үлгіртіп, шуны сығарыға деп ойлайым енді. Ең бірінші әлбетте тілдері бізді хақларға керек. Мына бая біз хүйлеші болтырдық, дұрыс айтағығыз. Біздің олата бабаларымыздың, еке хатта шул мына біз алған тілімізді қызғанысқа қаршы бала сағаларымызға, яшьтәрімізге әлі алып барай жеткіре алмайбыз. Оның әлбетте сәбәптері ана шо глобаллашыу, урыслашыу дегендей һәм башқалар. Шуның үшін бұл ситуацияла тілдерді хақлау, ол дәулеттерге гіне япарып қалмасқа. Мына әйтәйік дегенде дәулет тілі ол хақлаһын деп. Әр кім үшін оның туған тілі дәулет тілі боларға. Мына менің үшін менің туған тілім дәулет тілі һәм мен оны тапшырға тиішмін. Балаларыма, немерелеріме ейен тейбіз біз. Шулай бит енді. Һіздің үшін қазақ тілі, өзбек үшін өзбек тілі, татар үшін татар тілі. Шулай бит. Яки суаш үшін суаш тілі. Мына әгер де біз тілдерімізді хақлахақ, олата бабалар қалдырған байлығымызды келесек заманға алып барып еткірсек, бұл енді халық ижадын. Біз дүния кемеліне көтере алырлық халық бар. Өзімізді бір-бірімізді көтеріп, дүния кемеліне көтеріліп, артаван алға һәм алға тебешерген дейшпіз. Сондай дәстүрлі кезеңде, Ресей империясынан бағынбай тұрған кезеңде біз бір-бірімізге жәрдемдесіп жүрдік көп уақытта. Сыртқы жауымыз бір болды. Кейінен империяның ішіне кіргеннен кейін империяның мақсаты да жаңағы өзіңіз айтқандай ғой, енді разделяй и властвуй. Екі ортада сондай проблемалар көп болды. Болашақта бұндай проблемалар болмасын, ылғи достық болсын. Заки Валиди туғанның осыны 100 жылдық мерейтойын бірге тойлайық. Фирдаус ханым, бүгінгі мағлұматы мол сұхбатыңызға үлкен рахмет айтамыз. Тарих айнасы хабарының көрерменінің өресі өте биік, талғамы терең, ол көрерменге ой салу оңай емес. Тарихтың аңызы қайда, ақиқаты қайда деп ой түбіне үлген азаматтар бізде баршылық.
Кымбатты көрермен, осымен тарих айнасының бүгінгі хабары аяқталды. Біздің бағдарламаның шығарылымдарын www.bmtv.kz сайтынан көрілесіздер. Аманшылықта, баршылықта, зейінді азаматтардың жиындарында кездесе берейік.